Әділетті демократиялық партиясы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеттігін 2020 жылдың 6 желтоқсанына дейін созу туралы референдум өткізуді қолдайды. Партия төрағасы Мақсұт Нәрікбаевтың айтуынша, қазіргі қолданыстағы заңнама жүйесі бұл бастаманың жүзеге асуына ешқандай кедергі келтірмейді. Оның үстіне соңғы жылдары көп айтылып жүрген билік пен саяси бағыттың сабақтастығы мәселесін шешудің объективті қажеттілігінің маңызы артты. Ал президенттік өкілеттікті 2020 жылға дейін созу бізді осы жылда бір бағыттан екіншісіне еш дәйексіз секіру сияқты қателерден сақтап, алдағы мақсаттарға саналы түрде байыппен қол жеткізуге мүмкіндік береді деп атап өтті Әділет партиясының төрағасы. Мақсұт Нәрікбаевтың ойынша, президент халықтың сенім мандатын алған жағдайда өзінің ұлт көшбасшысы мәртебесіне сай еліміздегі барлық саяси жүйеден жоғары тұруға, сол арқылы билік жүйесінің барлық құрылымдарының тепе-теңдігін қамтамасыз етіп, саяси күштердің диалогын және мемлекет пен азаматтық қоғам байланысын толыққанды іске асуын қамтамасыз ете алады. Осы айтылған жағдайларға байланысты біз Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеттігін 2020 жылға дейін созу еліміздің мақсатына сай келеді. Себебі қазіргі жағдайда Қазақстанда еліміздегі демократиялық, құқықтық мемлекет құру бағытын анықтаушы ата заңының кепілі ретіндегі елбасының араласуынсыз қарқынды экономикалық дамуды ғана емес, нақты саяси модернизациялауды да жүзеге асыру мүмкін емес деп санаймыз.